күндері әлеуметтік желілердің қазақстандық қолданушылары қазақ ұлтынан шыққан екі спортшының сайыс туралы видеоны бір-бірімен бөлісіп, қызу талқыласып жатыр. Ол видеода ережесіз жекпе-жектен Қытайда өткен жарыстың финалында рингке шыққан қазақстандық Айбек Нұрсейіт пен қытайлық Ғабит Тұрғанбектің жекпе-жегі түсірілген. 5 минутқа созылған жекпе-жектен кейін төреші белсенді қимылдамай қойған екі спортшыға да спорттық ережеге сай төбелеспегені үшін қызыл қағаз беріп, нәтижелерін есептемей тастаған. Бұл жарыс туралы Ғабит Тұрғанбекпен рингке шыққан кездегі әрекеті жайлы айтты. Микрофон кезегін сұхбатта алған әріптесім Руслан Меделбекке берсем. Қандай жарыс? WBC тұжырымы бойынша өткізіп жатқан әлемдік деңгейде жарыс. Сол кезде 4 адамнан бір жеңімпаз шығу керек. Сөйтіп бірінші, үшінші ме, төртінші кезекте біз өзіміздің қарсыластарымызбен шықтық. Мен французбен шықтым, Мұхаммед бауырымыз украиндық спортшымен шықты. Содан кейін ол да жеңді, мен де мына жақтан жеңіп, екеуміз енді ақтық шайқасқа шықтық. Бір-біріңізді бұрыннан танитын бе едіңіздер? Танитынбыз енді, ол да мықты спортшы, Қытайдан пояс алған, жаңағы белбеуін алған, сондай интернеттен көріп жүрген болатынбыз. Біздің залда да сыныпты ол келіп. Алматыда ма? Бір айлы, Алматыда әлем файзис клубында келіп сыныпты. Қай салмақтасыздар? 70 килограмм салмақ дәрежесінде. Олар жарысқа дайындалып залда жүретін. Маған бір 5 күн, 6 күн қалған кезде барасың деп бір адамның орнына мен аяқ асты баратын болып қалдым. Дайындық аз болды. Салмақ қуумен ғана салмағымды түсірумен уақыт өтіп, Қытайда бағымыз сынап берген жайымыз бар. Қай қаласында болды? Қытайдың Нинбо деген қаласында болды. Сол Шанхай жақта, Шанхай қаласы жағына жақын екен, орналасқан. Жүлде қоры қандай еді бұл жарыстың? Жүлде қоры 70 кг салмақ дәрежесінде осындай тағы да 4-4-тен бөледі. Сол кезде келесінде тағытқан кезде пояс тігіледі, сосын жақсы бір ақша тігіледі. Бірақ жарыстан біз шектетілдік. Бірақ кейіннен президенті мен сөйлестік, президенті таңғалып отыр да, жаңа неге қазақтар бәрі бауырмашылық бір-бірін соқпайсыңдар деп ол да таңғалды. Бірақ мен бірінші француздық шыққан бойымды көріп, келесі шығуыма мүмкіндік берді. Ал жаңа қытайлық бауырымызға да мүмкіндік берді ма? Ол жағын білмеймін. Сіздер бір-бірлеріңізді көрдіңіздер ма жекпе-жекке дейін? Әлде жаңағы алаңға шыққаннан кейін көзбен ұғыстыңыздар ма? Көбінің сауалы солай болып отыр да мысалы? Жоқ, спортшылардың бәріміз көреміз ғой. Жарыстарда салмаққа түсеміз мысалға. Дайындаламыз деген сияқты бәріміз салмақ түсіреміз. Сол кезде бір-бірімізді көріп жүрдік. Келісім болды ма? Бір-бірімізді соқпаймыз деген? Енді ондай келісім болған жоқ. Келісім болса біз алдын ала келіссек шықпас едік. Сіз қалай ұқтыңыз ол сізге соққы жұмсамай жүргенін? Қалай шешім шығардыңыз оған да соққы жұмсамайын деп? Ішкі түйсік болды ма әлде? Енді екеуміз де жеңіп шықтық. Енді оған дейін біз белгісіз ғой, кіміміз шығады, кіміміз шықпайды. Ондай нәрсеге талқыламадық. Басты мақсат өзімнің соперник французды, Мишель Дубайс деген мықты спортшы. Соны ұту болды мақсатым. Енді анаяқта келесі бойымды енді Алла қайын көре жатармыз. Біріншісін ұтып алайыншы деген настроймен шықтық қой. Сөйтіп мен шықтым, екінші Хамит бауырымызды шығып келе жатыр қазақ өлеңімен. Бекболат Тілеухановтың сондай жақсы көретін, рух беретін бір өлеңі бар. Сонымен шығып келе жатыр. Әргі жерде басталды. Енді жүріп бізге. Ол да бір қатты бір төбелесіп кететін, мен де қатты төбелесіп кететін, ондай болған жоқ та. Өзімді сезгендей болдым. Енді Хамит бауырымыздың да өзінің бір елге деген сағынышы бар ғой. Ол да елге қайтқысы келеді. Оның да бір көк туды желбіреткісі келетін бір қазақ қой. Сондай намысты, ұлтты жігіт. Содан кейін оның ұрмай тұрған мен де көрдім. Мен де қолым бармады. Өйткені өзге елде өзі екі ұлтты қазақпыз ғой. Оны миллиардтаған Қытайдың ішінде бір-біріміздің мұрнымызды қанат, болмаса көзімізді шығарып жатқан ол ер азаматқа жатпайды деген сондай бір намыс тұрды да істе. Ол жерде біз жеңісте қаншама мысалға ол ақша беріп жатса да ол нәрсені біз деген ана қазақ екенімізді етпеу ғой. Жаңа қызыл карточка алғаннан кейін екеуіңізде одан кейін жолықтыңыздар ма? Одан кейін жолықтық қой бәріміз банкетте. Оның да екеуміздің де настроение жоқ, қызыл карточка беріп, не түсінбейміз, не қуанбай, не жыларымызды да білмейміз. Әйтеуір мәт шығып кеттік, ау не болды, неге олай болды деп жатырық қой. Енді бір қайыры бар шығар деп сабыр сақтап сол жерде бір-бірімізден қолымызды алысып өзіміз қонақ үйімізге кеттік. Енді алда қандай жарыстар бар сізде? Жаңағы президенті сол жаңа айтып отыр ғой, банкетте жиналдық партияның жарыстың соңында. Сол кезде айтып отыр. Енді келесі айда деп отыр. Мамыр айында өтеді. Қазақстанда өтуі мүмкін. Сол WBC тұжырымы да Талдықорғанда өтуі мүмкін. Сол келесі жарысына шығам. Бірақ осы жолы Қазақстан сені қоймаймын деді. Президенті Қазақстан қоймаймын деп отыр.